Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода халықтық әдіспен бірнеше тиімді емделу жолдарын көретін боласыздар. Жөтелден арылу үшін сізге ингаляция жасап, дәрі ішіп екпе салдырыңыз демейміз. Үй жағдайында бұл емдік шөптерден тұнба әзірлеп жөтелді жазыңыз. Осы сияқты пайдалы кеңестерді жіберіп алғыңыз келмесе, каналымызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Күз, қыс мезгілдері жөтелдің күшейетін кезі. Таңғы салқын тыныс жолдары арқылы тамағымызға әсер етеді. Одан бөлек жаз бойы ішетін салқын су да тамақты жыбырлатпай қоймайды. Негізінде жөтел ағзаның қорғаны десек артық болмайды. Өйткені біз жөтелу арқылы өкпенің жұмысын жандандырамыз, әрі жиналған қақырықты сыртқа шығарамыз. Егер қақырық сыртқа шықпаса, бактерияның көбеюіне әкеледі де ағзаны жаулап, адамды ауруға шалдықтырады. Десе де жөтелдің пайдасы бар екен деп оны емдемей жүруге де болмайды. Мейлінше жөтел күшеймей тұрған кезде оны жоюға әрекет ету керек. Назарларыңызға жөтелді қойдыратын емдік тұнбаларды ұсынамын. Пияздан жасалынатын сироп. Бір дана пиязды алып, оны майдалап турап аламыз. Сосын 3 шай қасық шекерді салып жақсылап араластырамыз. Бетін жауып тұндырамыз. Пияздың сөлінен дайын болған сиропты шай қасықпен береміз. Бір пияз бір күнге ғана арналған, одан артық сақтауға болмайды. Күніне 3 рет 3 күн берсеңіз жөтеліңіз сап тыйылады. Куркума тұнбасы. 1 стакан сүтке 1 шай қасық куркума араластырып отқа қоясыз. Қайнауға жеткен кезде отын сөндіріңіз. Емдік қасиеті мол сүтті ыстық күйінде ішесіз. Емді жатар кезде жүргізу керек. Есіңізде болсын, куркуманың ағзаны қыздыратын қасиеті бар. Базилик шайы. Термосқа 1 стакан қайнаған су құйыңыз. Оған 2-3 тал жасыл базиликтің жапырағын салып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 50 граммнан ішіңіз. Емді күніне 2-3 рет қайталау керек. Біле жүріңіз, жасыл базилик суыққа қарсы ем болады, әр түрлі бактерияның көзін жояды. Бұрыш пен бал. Емдік қасиеті орасан бұл дәріні дайындау үшін бізге 4-тен 1 шай қасық ұнтақталған қара бұрыш пен 1 ас қасық табиғи таза бал қажет. Шыны ыдысқа қажетті заттарды салып жақсылап араластырыңыз. Тамақтан кейін осы қоспаны шайнап жейсіз. Емді күніне 3 рет қайталасаңыз жөтелден біржолата құтыласыз. Мандарин тұнбасы. 2-3 дана мандариннің қабығын кесіп аласыз. Қабыққа 1 стакан қайнаған су құйып, қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, аш қарынға ішесіз. Мандарин тұнбасы тыныс жолдарын тазалайды. Қақырықтың тез әрі оңай шығуына септігін тигізеді. Қарағай тұнбасы. Дәріханада сатылатын қарағай бүршігінің 15-18 данасын алып, стаканға салыңыз. Үстіне толтырып қайнаған суды құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40-50 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан 4-5 рет ішесіз. Емді тамақтың алдында жүргізу керек. Осы әдістерді қолданып жөтелден арылыңыз. Егер де осы ақпараттар сізге пайдасын тигізсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.